Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Шарықтау Заңғар. Бүгінгі тақырып 9-шы жұп ми нерві, тіл жұтқыншақ нерв. Тіл жұтқыншақ ми нерві 8-ші жұп ми нерві болып табылады, латынша nervus glossopharyngeal. Бұл ми нервінің жалпы 3 ядросы болады, олар сопақша мида орналасады. Бірінші қозғалтқыш ядросы nucleus ambiguus. Екінші вегетативті парасимпатикалық ядросы nucleus salivatorius inferior. Үшінші сезімтал ядросы nucleus tractus solitari. Бірінші қозғалтқыш ядросынан бастайық. Nucleus ambiguus мидан сопақша мидың оливасының артынан шығып, мойындырық тесігі арқылы бас сүйектен шығады да, біз жұтқыншақ бұлшық нервтендіреді. Тіл жұтқыншақ ми нервінің екінші ядросы nucleus salivatorius inferior, немесе оны біз вегетативті парасимпатикалық ядро дейміз. Одан шығатын талшықтар мидан немесе сопақша мидан оливаның артынан немесе артқы латеральды жүргеден шығады. Жалпы осы нервтің барлық талшықтары осы жерден шығады. Оны суреттен көрсетіп кетейін. Мынау бізде көпір, мынау көпір, мынау сопақша ми. Осы сопақша мидың пирамидасын көріп тұрық, және де оливаларын көріп тұрық. Оливасының артынан 9 шығып тұр бүгінгі, және 10 шығып тұр, және 11 шығып тұр. 9, 10, 11. Ал 12-ші жұп ми нерв пирамида мен оливаның арасынан шығады. Яғни талшық, вегетатив талшық мидан шығып, форамен ягулярис арқылы бас сүйектен шығып, ары қарай дабыл қуысына бағытталады. Бірінші тармақ дабыл қуысына бағытталады. Дабыл қуысынан ол hiatus canalis nervi petrosi minor арқылы шығады. Не үшін ол кіші тастық нервтің шығатын жері деп аталады? Өйткені осы жерден бастап ары қарай бұл нерв кіші тастық нерв деп аталады. Кіші тастық нерв фиссура сфенопетроза, оны да суретте көрсетейін. Мынау бізде бас сүйектің ішкі негізінің бір бөлімінің суреті. Мұны көріп тұрған мынау жыртық тесіктің латеральды орналасқан мына бір жер фиссура сфенопетроза деп аталады. Фиссура сфенопетрозадан кіші тастық нерв өтіп, шықшыт безі немесе құлақ маңы безі тұсында ганглий түседі. Ганглиум отикум, құлақ ганглии деп аталады. Ол ганглийдан шығатын талшықтар шықшыт безінің парасимпатикалық иннервациясын жүзеге асырады. Сонымен қатар бұл талшықтан тағы да тармақтар береді. Бұл талшық, яғни қай жерге? Тілдің артқы 1/3 бөліміне, жалпы тілдің артқы 1/3 бөлімі, яғни жалпы тілді 3-ке бөліп тастайтын болсақ, соның артқы бөлімін нервтендіреді. Парасимпатикалық. Бұл біз қазір айтып жатқан вегетативті талшық. Сонымен қатар миндалинаға немесе бадамшаға, ол нақтырақ айтатын болсақ, таңдай бадамшасына, бұл тармақ рамус тонзилярис деп аталады, ал тілге баратын тармақ рамус лингуалис деп аталған болатын. Жұтқыншаққа баратын тармақ жұтқыншақ тармағы немесе рамус фарингея. Сонымен қатар ұйқы безінің бифуркациясы, яғни екіге бөлінетін жеріндегі рецепторлар бар. Сол жерде барахеморецепторлар, сол жерге баратын тармақ рамус синус каротици деп аталады. Осындай тармақтар береді. Келесі сезімтал ядро nucleus tractus solitari. Бұдан шығатын талшықтар сопақша мидан, жаңағы мидан жалпы бағана айтқан артқы латераль жүрген немесе оливаның артынан шығады да, бірінші мойындырық тесіктен өтпес бұрын бірінші түйінін береді, және мойындырық тесіктен өткеннен кейін екінші түйінін береді. Сөйтіп, ол құлақ дабыл қуысына баратын тармақ береді. Ол тармақ nervus tympanicus деп аталады. Nervus tympanicus дабыл қуысына еніп, өрім түседі, немесе орысша сплетение түседі. Ол сплетение немесе өрім дабыл қуысының шырышты қабатын нервтендіреді. Сонымен қатар одан эстахи түтігі, яғни орталық құлақ пен
жұтқыншақтың мұрындық бөлімін байланыстыратын түтікке беретін тармақ береді. Сонымен қатар сезімтал ядродың тармақтары бұдан басқа тура жаңа парасимпатикалық ядродың тармақтары сияқты рамус лингвалисті, рамус тонзиляристі, рамус фарингеяны, рамус синус каротициді береді. Олар тілдің артқы 1/3 бөлігін, таңдайдың миндалинасын, жұтқыншақты және ұйқы артериясының синусынан ақпараттарды жинайды, яғни нервтендіреді. Сезімтал талшық болғаннан кейін ол ақпаратты алып миға апарады. Сонымен сіздер тіл жұтқыншақ ми нервін толық түсініп алдыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.